Ата, Жәңгір хан халық талабын орындады ма? Орындаған шығар. Не дегенмен халыққа қарсы шығу үлкен қиянат емес пе, ата? Мінеки, аңыздың ең қызық жеріне де келдік. Жәңгір хан сөзінде тұрмады. Онда шайқасқа аттанды деңіз. Исатай батыр ханның қылығына қатты ызаланды. Ол жігіттерін жинады. Исатай, ағатай, хан ордасы алынбас қамал. Ақын інім, ренжіме. Бірақ сенің ойлағаның іске аспады. Жәңгір өз қалауын білдірді. Сөзінде тұрмады. Ендігі кезек менікі. Батырым, мені тыңда. Ол жақта да өзіміз сияқты қазақтар. Олар өз таңдауын жасады. Олар туған халқына қарсы шығып отыр. Бауырым, жанымда бол. Сен маған керексің. Бауырларым, хан сөзінде тұрмады. Бұдан бұлай оның билігі маған жүрмейді. Өздерің білесіңдер, дала халқы берген уәдесін орындайтын халық. Оған мүмкіндік берілді. Ол бас тартты. Ендігі жұмыс тек найзаның ұшымен, білектің күшімен ғана шешіледі. Менімен еліміздің еркіндігі үшін шайқасқа аттануға кім дайын? Исатай, біз сенімен бірге. Батыр, біз сені қолдаймыз. Жәңгірді тақтан құлатайық. Сөйтіп, Исатай өміріндегі соңғы шайқасына аттанады. Аттан, батырлар! Қарауыл, жағдайың қалай? Өзің қадағалаған абақтыда отырудың ауыр екенін түсінем. Мені не үшін алдырттың, тақсырым? Исатай хан ордасына 2000 адам алып келеді. Мен сені абақтыда шыртып жіберер едім. Бірақ Исатай да қателесті. Білесің бе, ол не істеп қойды? Ол сенің ата-бабаларыңның туған жері басып алды. Жоқ. Жоқ. Мен саған айттым. Ол қауіпті дедім, тыңдамадың. Ал енді бабаларың жатқан жерді оның қасқырлары талауда. Ұлы мәртебелім, маған қылыш пен ат бер. Өзім-ақ өлтірем, іздеп табам. Іздеудің қажеті жоқ. Исатай өзі-ақ келді. Махамбет! Я, батырым! Саған соңғы бір өтінішім бар. Айта бер, батыр! Жәңгірге хабаршы жібер. Шығып күрессін. Не тақтан бас тартып қашсын. Хан ордасын онсыз да аламыз. Қашуға мүмкіндік берейік. Берекет аға. Аға, менімен жүрмесеңіз асау аман қалмайды. Не болды? Асау қайда? Жүр, көрсет. Эй, жылқышының баласы. Туыстарыңа мына жүгірмек, достарыңда қосылды ма? Тапсырманы орындайтын кез келді. Жібер балаларды. Ағайынымды да жібер. Олардың күнәсі жоқ. Күнәсіз адам болмайды, берекет. Сенің Исатайың да айыпты. Олай емес. Ол бас кесер. Ол басқаншы. Оны өлтіру керек. Аузыңды жап, шірік уәзір. Әй бала! Мен бұл жерге сені тыңдауға келгенім жоқ. Мынау улы қоспа. Исатайдың суына құй. Батыр құлаған кезде мен туыстарыңды, әке-шешеңді, жүгірмектеріңді абақтыдан босатам. Уәде берем. Кебек!
Уәзір! Тыңда мені, уәзір. Ұлы даланы ластап жүрген сен сияқтылар. Мені әкем ат үстінде жүріп, еліне деген мейіріммен өсірді. Ал сені билік пен ақша тәрбиеледі. Егер сен осында қалсаң, сені ешкім іздей қоймас. Ойбай! Өлтірме! Әке шешеңді жіберем! Өлтірме! Берекет, мынау кім? Не болды өзі? Ханның уәзірі. Олар менің ата-анамды абақтыға тастапты. Исатайды уландырмасаң, өлтіреміз дейді. Әй, Жәңгір! Мен естіп тұрсың ба? Тыңда мені! Хан емессің, қасқырсың! Қас албасты басқырсың! Достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын! Хан емессің, ылаңсың! Қара шұбар жылансың! Хан емессің, аярсың! Айыр-ғүйрық шаянсың!